Салам бізім айлы теле қараушылар. Менің атым Насипле Кульмамбетова. Баслаймыз бізім яңы телеберуді Ноғай хит-парад. Әр дүйсенбі күн біз 15 ер бізім хит-парадқа салаяқымыз. Жимбадың ішінде сол ерларды сіз қарамаға боласыңыз бізім Достар ТВ телеканалда. Ем яраған жерға өзіңіздің дауысыңызды бермеге боласыңыз. Әр күшійіма 5 сәт кеште сайлау тоқтаяқ. Қатты күнлер қараңыз бізім яңы телеберуде Ноғай хит-парад кім енгенін. 5 енген жер енді имадың хит-парадына көшейік. 10-шы орынды алады Фатима Нұрлыбаева ерлаған жер Ноғай шай. Аңы ем сөзлері Яхия Кудайбердиевтікі. Залимхан Зинеевтің жері Атайұртым 9-шы орында. Сөзлері Кадрия Темірболатова. Түрлі yollar әкетеді алысқа, елді кезіп мен болғаныманы көп яқта, ама жүрек талпынады тек саған, ем ойларым Атайұртым сен яқта. 8-ші орында алады Зухра Шандиева ерлаған жер бұйратылар. Аңы Залимхан Зинеев, сөзлері Абдужалиевтікі. Сол ерді Чилёный бұрыны ауылдың яшаушылары өзінің гимні деп санайдылар. На 7-й строчке нашего хит-парада расположился Ариф Тимиров с песней «Топырак» на музыку Альби Романова и слова Мурата Авезова. Топырақтан болған инсан, топыраққа қайтарсын, топыраққа айланған соң не болдым деп айтарсын. Топыраққа айланған соң не болдым деп айтарсын. На 6-м месте расположилась песня «Қызыма» Алимет Аблезовой в исполнении эффектной Айгуль Джумагуловой. Қарлар явар бұ дүнияда еллересе, қызды күтіп язылық тұрар, язлық келер. Язлы гүлдей балам менің, қызым менің, күннің көзіне сүйініп, яйнап күллер. На 5-м месте талантливые братья Сатыровы Ислам, Загир и Нурадин с песней «Неге». Интересно узнать историю песни. Лет 10 назад Исламу Сатырову попались на глаза стихи Бориса Иналова. Поначалу Ислам подбирал мелодию на гитаре, затем решил попробовать сверху наложить домбру. Клип снимался в селе Каясула, откуда ребята родом, на крыше местного клуба. Уже после выхода клипа к братьям Сатыровым обратились с телеканала «9-я волна» с просьбой выпустить клип в эфир. Давайте посмотрим мы отрывок. Бірде елі, бірде суық, маған неге қарайсың, маған сенен yo'q, sen o'zime kun
ekan? Nega ekan, nega ekan? Nega ekan? 3 жылдын аягында Фарида Шамаевада шакырадылар Минводы қаласына ногай кешелерге. Именно тогда ее посещает мысль вдохнуть вторую жизнь знаменитой песни «Ногай кешелер» Яхи Кудайбердиева на слова Мурата Авезова. Аранжировкасын эткен Джумандыков Радмир. Признаться честно, мне с детства нравится эта песня. И сегодня она в 5 лидеров на 4 месте. Давайте послушаем отрывок. Сыбырдасқан, сырласқан таңға дейін ешеуде кешелер, кешелер судай таза кешелер, кешелер, кешелер сүйім толы кешелер. На 3-й строчке нашего хит-парада молодая и талантливая Азиза Межитова с песней «Атай кызы». Песня написана в селе Кумли в 2022 году Алаудином Межитовым и посвящена его внучке. Песня освещает сегодняшнюю проблему вынужденного переезда молодых семей в большие города в поисках работы, разрыва связи поколений и невыразимой тоски стариков по детям. Атай қолында өсті, тетесін қойында ятты, кішкейім сақолар аман, атасын көп құшақлады, енді балапан өсті, ата-анасына кетті, басқайған қалаға, оларға тірі болмаған, атай көне кеш болды, атай көне таң қатты, не еткенін білмейді, есінде тек қызлары, үйге барып ізлейді, қызым, қызым сен қайда, қызы жоқ екен мұтқан, есіне сон келеді, иінлері түседі, көз жастар елтірайды, қызым менің Амира, атай қарар сені әр заманда. Екінші орында алады Яхия Кудайбердиевтің белгілі ері Мұңайма. Ленинград қаласында оқыған заманда ол сол ерді өзінің хатына бағыслап жазған. Сол заманлар Яхия Кудайбердиев ем Кошмамбет Зармамбетов Тоғас деген дуэтке қосылғандар. Тоғас, тоғыншы ем ас. В нашем топ-чарте песня представлена в исполнении Кошмамбета Зармамбетова и Яхи Кудайбердиева на сольном концерте Кошмамбета Тангатаровича. Исполнители сами же играют на музыкальных инструментах флейте и соло-гитара в сопровождении ансамбля «Тулпар». Endin benim tüsüne Sorav salıp esemi Mulayma keleme Buz bolup yazlıkta Sarlanısında bir yaşavağında Mulayma keleme Buz bolup yazlıkta Sarna
бармыз сонда үй күн жашау уақытында. Итак, с отрывом в 5 голосов на первом месте заслуженная артистка Республики Дагестан, актриса Ногайского драматического театра Гульназ Тиркеева. С первого дня эта песня не сдавала лидирующие позиции. 5 лет назад на мероприятии Ногайского радио Гульназ Тиркеева попросила Алимет Абрезову написать для нее новую песню. Таким образом родилась душевная песня «Айтпамага». А проникновенное исполнение Гульназ Тиркеевой задевает все струны души. Команда телекомпании Достлар ТВ от всей души поздравляет Гульназ с первым заслуженным местом. Туғылы сөзіңді айтпа маға алыр сөзді, жүрегімді ашытып, ауруыма марас қоспа, өкінішке сен қалып. Құдайыма ем анамға бек разыман яшауда, сондай өнерім болғанға ерман саға айтқандай. Мен бақтыма бек разыман, сенімен мен расқанға, сәбилерге кезленіп биік ерлағанымға. Айтпа маға яман сөзді, мен тілеймен айтпашы. Тілде сүйік жоқ деп айтпа, тиешлі туғылы сөзіңді. Айтпа маға алыр сөзді, жүрегімді ашытып, ауруыма марас қоспа, өкінішке сен қалып. Өлтірмеңіз қатынның әрлігін, сөндірмеңіз яслығын, ыспайлығын, бұздырмаңыз қатынның иманлығын, білдірмеңіз ашу тілдің байлығын. Айтпа маға яман сөзді, мен тілеймен айтпашы. Тілде сүйік жоқ деп айтпа, тиешлі туғыл сөзіңді. Айтпа маға алыр сөзді, жүрегімді ашытып, ауруыма марас қоспа, өкінішке сен қалып. Айтпа маға айтпашы. В понедельник мы выложим новый хит-лист, который войдет в 5 лидеров этой недели, а также 10 новых песен. Смотрите клипы на нашем телеканале Достлар ТВ и отдавайте свои голоса за понравившуюся песню. Будьте с нами! Оннан да көп түрлі телеберулер
Достар ТВ каналда. Жазыламыз, эм караймыз.